20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы ғылым және білім беру жүйесі. Ересек халықтың сауатсыздығын жою республика басшылығының 20 жылдардағы шұғыл міндеттерінің біріне айналды. 1921 жылы қазақ тіліндегі алғашқы оқулықтар жарық көрді. Оларды жазуға қазақ зиялыларының белгілі өкілдері тартылды. 1924 жылы сәуірде Қазақ АССР-де сауатсыздықпен күресу ұйымы құрылды. 1925 жылға қарай Қазақстанда 2000-нан астам мектеп жұмыс істеді. 1904 жылы Байтұрсынов қазақ тілінің фонетикасына араб графикасын бейімдеді. Шымкентте, Алматыда, Түркістанда қазақ қыздары мен басқа да шығыс ұлттарының қыздарына арналған арнайы мектептер ашылды. 1926 жылы мамырда республиканың халық комиссарлары бірыңғай еңбек мектебінің жарғысын қабылдады. 1928 жылға қарай қазақ мектептері үшін 30-дан астам оқулық атаулары жарық көрді. 1929 жылы қазақ жазуы араб графикасынан латын графикасына ауыстырылды. 1921-1927 жылдары республикада 200 мыңға жуық адам оқыды. 1931 жылы желтоқсанда 15 пен 50 жас аралығындағы сауатсыз еңбекші халыққа жалпыға бірдей міндетті оқытуды енгізді. Ересектер арасындағы сауатсыздықты жою міндеті негізінен Ұлы Отан соғысының басында орындалды. Алматы, Қарағанды, Әулие қалалары үздіксіз сауаттылық аудандарына айналды. Қазақ лингвистикасының негізін қалаушы Байтұрсынов ана тіліне арналған оқу құралдарын суреттелген букварды жазды. Қазақ тіліндегі орта мектепке арналған алғашқы алгебра оқулығының авторы Сәтбаев, география бойынша оқулықтың авторы Бөкейханов болды. 1930 жылы жалпыға бірдей бастауыш білім енгізілді. 1939 жылы республика халқының сауаттылығы 65%-ға, қазақ халқының арасында 40%-ға жетті. 30 жылдардың соңында республикада 5000-нан астам маман бітірген 120 орта арнаулы оқу орны болды. Қазақстан комсомолы жалпыға бірдей білім алушының қамқорлығын алды. 1928 жылы Қазақстанда алғашқы педагогикалық институт ашылды. Оған 1935 жылы Абай есімі берілді. 1929 жылы Алматы ветеринариялық зоотехникалық институты, 1930 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институты ашылды. 1931 жылы Алматы медицина институты, 1989 жылдан Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті жұмысын бастады. 1931-1932 жылдары Орал және Қызылорда педагогикалық институттары ашылды. 1934 жылы Қазақ тау-кен металлургия институтының ашылуы, қазір Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. 1932 жылы Қазақстанда КСРО ғылым академиясының базасы құрылды. Бізбен бірге оқы.